Саламатсыздар ма? Менің есімім Нұрсая. Мен Балдаулен балабақшасына барамын. Сіздерге май қалай пайда болды? Зерттеу жұмысын таныстыратын боламын. Балалар, бүгін біз жайлауға саяхаттап келдік. Өйткені біз үй жануарларымен, тұрмыс тіршілігімен танысатын боламыз. Балалар, сендер білесіңдер ме? Үй жануарлары адам өміріне, яғни адам ағзасына қандай пайдасы бар? Қане кім айтады? Ал Алина айта ғой. Сиыры бізге сүт береді. Дұрыс айтасың, Алина. Үй жануарлары бізге сүт береді екен. Ал қане кім айтады? Ал Санжар. Айта ғой Санжар. Сиырдан біз ет жасаймыз. Дұрыс, сиыр бізге ет береді екен, ағзамызға өте пайдалы. Балалар болса айраннан майды қалай алатынын білесіңдер ме? Абай, майды дүкеннен де сатып алуға да болады ғой. Жарайсың, майды дүкеннен де сатып аламыз. Бірақ қолдан дайындалған май өте дәмді болады балалар. Сендер сол майды қалай пайда болғанын өз көздеріңмен көргілерің келе ме? Иә, апай. Ендеше кеттік. Біз жайлауға барып, саяхатқа шығып, үй жануарларына күтім жасадық. Ұл балалар шөп жинады, қыз балалар сиыр сауды. Болған сүтті апаймен бірге зерттеу жұмысына барып зерттедік. Балалар, бүгін біз үй жануарларға күтіп жасап, үй жануарларынан мол сүт алдық. Ол сүтті аспазшы апайларға апарып бердік. Яғни аспазшы апайларымыз сүтті пісіріп бізге мінекей қатық қылып үйтіп әкеліп берді. Енді қатығымыз дайын боламыз дегенше біз зерттеп аламыз да. Сүт пен судың айырмашылығын зерттейтін боламыз. Қайнекей, сүттің дәмін татып көріңдерші. Сүттің дәмін тартып көрдік. Сүттің дәмі өте дәмді екен. Иә, сүт өте дәмді екен. Ал енді судың дәмін татып көріңдер. Судың дәмі қандай екен? Судың дәмі жоқ екен. Иә, судың дәмі жоқ екен. Ал енді қасығымыздың бірін сүтке, ал екіншісін суға батырып көрейікші. Ал енді бақылайық қанекей. Бақылап көрейік, зерттеп көрейік. Апай, сүтке салған қасық көрінбейді. Өйткені сүттің түсі ақ. Жарайсың, мінекей сүтке салған қасық көрінбейді. Өйткені сүттің түсі ақ болғандықтан. Ал суға салған қасық ше? Апай, суға салған қасық көрініп тұр. Өйткені судың түсі мөлдір. Дұрыс айтасың, суға салған қасығымыз қараңдаршы балалар, ап-анық көрініп тұр. Өйткені судың түсі мөлдір екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қарайықшы енді біздің қатығымыз дайын болғанын шығар. Ой, керемет балалар, қараңдар. Қатығымыз ұйып, керемет дайын болған екен. Енді біз қатықты көбіге құйып, пісіп майын алаймыз. Апай бізге көбіге қатық қойып берді. Балалар, мінекей қатығымыз өте қою екен. Қою болғандықтан кішкентай оған жылы су құямыз. Өйткені қатығымыз не алады? Жақсы пісетін болады. Майымыз жақсы пісетін болады. Ал қанекей, қатықтарыңды пісе қойыңдар. Көбедегі айранмен піспекпен пісіп, май шығарды. Апай, қараңызшы, май шықты. Қанекей, ой, жарайсың, керемет. Мінекей біздің Алинаның күбісіне май түсіпті. Ал енді осы майды біз қазір құйып алатын боламыз. Жарайсың, Алина. Қанекей, балалар, енді піссін деп, мінекей піскен айранымызды құйып алайық. Ой, керемет. Менің балаларым бүгін өте керемет, жақсы жұмыс жасады. Көп май түскен екен. Апай, мынау тұрған не зат? Бұл біздің аттауымыз, яғни қазақ халқының ежелден пайдаланып келе жатқан асхана құралы. Бұны сиырдың мүйізінен және ағаштан дайындауға болады. Біз бұны айранға салып, яғни майды бір келге жинау үшін айранды аттайтын боламыз. Мінекей, көрдіңдер ма? Май бір келгі бір жағына жиналып жатыр. Ал қане Нұрсая, сен көріп қой. Ал мінекей, ұстаймыз құны. Дұрыс. О, жарайсың Нұрсая. Ал айдат мінекей. Апай, айранның бетіндегі майды аттаумен жинастырды. Мінекей балалар, майды мұздай суға жуып дайындап алдық. Енді қане Нұрсая, сен бұлғай қой, айдат дәміне қарай тұз сала қой. Енді бұлғай қой тұзбен. Балалар, қараңдаршы, бағана Айзат айтқандай, дүкеннің майы мен қолдың майының дәмін тататын боламыз, иә? Екеуінің ерекшелігін айыратын боламыз. Қанекей, ал дүкен майының дәмін татып көріңдерші, нанға жақып қанекей. Енді қолдың майын жақып көріп жеңдер ал нандарына қанекей. Біз дайындаған қолдың майын нанға жақып жедік. Дәмі өте керемет. Апай, дүкеннің майына қарағанда қыздардың жасаған майы өте тәтті екен. Әрине, қыздардың дайындаған майы өте дәмді болады. Өйткені еңбекпен тапқан нан тәтті демекші, бүгінгі біздің дайындаған майымыз дәмі өте керемет екен. Ал балалар, бүгін зерттеу жұмысынан кімге қандай жұмыс ұнады? Айтшы Нұрсая, саған не ұнады? Маған көбі піскен ұнады. Ал Айзат. Маған сиыр салған ұнады. Маған май алған ұнады. Жарайсың, алдан саған не ұнады? Ұнады. Ал балалар, енді бүгін біз май қайдан пайда болды атты зерттеу жұмысымыз осымен аяқталды. Біз майдың қалай пайда болғанына көзіміз жетті. Келесіде құрттың жасалу жолын зерттейтін боламыз. Келіңіздер.